Қалайсыздар достар? Бүгінгі сабақта бизнес менеджерді қалай ашып, оны дайындау керектігін үйренетін боламыз кеттік. Ең алдымен бізге Facebook аккаунтта егер де қосылып тұрсаңыз, в принципе, шығып кетсеңіз болады. Немесе сіз керек, мысалы, қай Facebooktан ашқыңыз келеді, содан кірсеңіз болады бірден. Мысалға, себебі мен қазір шығып кеттім, себебі менде өте көп Facebook бар, и қазір біреуінен ашатын боламын. Google-ға создать бизнес менеджер деп жазасыздар. Создать бизнес менеджер деп. И одан кейін ең бірінші шыққан сайтқа өтеміз. Создание аккаунта бизнес менеджер. Дәл осылай жазылып тұрған сайтқа өтесіздер. Енді келесі міне бизнес менеджер туралы ақпарат. Так. Одан кейін қазір мына жерде аккаунт бизнес менеджерді ашатын боламыз. Міне қараңыздар, эту страницу дегенді басамыз. Одан кейін сізді бизнес менеджер ашатын. Осы мына жерде яғни біз жаңа Facebooktан шығып кеттік. Facebooktан вход деп басамыз. Одан кейін өзіміздің Facebook'ымызға кіреміз. Бизнес менеджерді мен алдыңғы сабақтарда айтқан бүкіл прогрев жасап болғаннан кейін, реклама жіберіп болғаннан кейін ғана барып ашу керек. Одан ерте ашатын болсаңыздар, сіздердің аккаунттарыңыз банға кетеді. Сол себепті бизнес менеджерді ең соңғы этаптарда ашу керек болады. Егер бизнес менеджер керек болып жатқан жағдайда. Жалпы бизнес менеджер не екенін түсіндіріп өтейін. Бизнес менеджер бұл жерде біз бірнеше реклама аккаунт дайындай аламыз. Яғни ADS менеджер, мысалы, бұл жерде бірнеше реклама аккаунт болады, әрқайсысына бөлек-бөлек карта тіркей аласыз. Бір бизнес менеджерде 3-4 реклама аккаунт болады, әрқайсысын бөлек-бөлек, мысалға, әртүрлі компанияның рекламасын жіберсеңіз болады. Бірақ бизнес менеджерді ашу қауіпті, не себепті? Себебі сіздің аккаунтыңыз әлі дұрыс дамымаған болуы мүмкін. Сол себепті бизнес менеджер бірден мына жерде создать аккаунт деп басқаннан кейін, бір 5-10 минуттан кейін сізге бірден бан келуі мүмкін. Сол себепті бүкіл мен айтқан процесстерді жасап болғаннан кейін ғана барып, сіз бизнес менеджерді ашуға уже құқылысыз десек те болады. Не себебі одан ерте ашатын болсаңыз, просто аккаунтыңызды өзіңіз жоғалтып аласыз. Кеттік. Создать аккаунт басамыз. Создать аккаунт басқаннан кейін, мына жерде бізде ең алдымен компанияның атын енгізу керек болады. Бұл жерде өзіңіздің атыңызды жазып қойсаңыз болады, и мына жерде рабочий электронный адрес керек болады. Так, рабочий электронный адрес. Осылай электронный адресті жаздық. Отправить басамыз. Басқаннан кейін бізде аккаунт бәрін создан, енді бізге почтаны подтвердить ету керек. Егер де бұл жерде желательно Mail.ru емес, Gmail, яғни Google аккаунтты қойғаныңыз дұрыс. Не себебі Mail.ru ол СНГ көлемінде, ал Gmail ол бүкіл әлемдік болғандықтан Gmail қойғаныңыз дұрыс. Сол жерден бірден жаңағы несі сізге код келетін болады. Яғни біз пока подтверждение жасамай бізге ешқандай рекламаны бұл жерден жасай алмаймыз. Кеттік, енді рекламаны жасайық. Ол үшін біз қазір Gmail-ға кіреміз, яғни Google почтаға. Жаңа өзіміздің аккаунтымызға кіреміз. Бізге почтаға бірден сообщение келмеуі мүмкін, сол себепті бизнес менеджерге қайтадан өтіп, осы жерде мына жерде кнопка тұрады, перейти в настройки компании. Осыдан бірден өте қойсаңыз, настройки компания өткеннен кейін, мына жақта бізде төменде информация компания бар. Осыған басамыз. И ең төмен түсеміз. Осы жерде міне электронный адрес тұрады. Осы жерде редактировать деп бассаңыз, өзіміздің электронный адресімізді қайтадан подтверждение 2 рет қоямыз да сохранить деп басамыз. Сохранить деп бастық. Енді бізге почтаға келу керек. Facebook'та сообщение келу керек. Міне бізге сообщение келді. Так. Міне соцсети деген жерде міне подтвердить рабочий электронный адрес деп келеді. Осы жерден аламыз да подтвердить дегенді басамыз. Бізге жаңа вкладка ашылады. Жаңа бет ашылады. Осы жерден қазір бізге міне ваш электронный адрес подтвержден деп шығу керек.
Міне, көріп тұрғандарыңыздай, бізде ваш электронный адрес подтвержден деп шықты. Енді ары қарай бизнес менеджерді қолдана берсек болады, бірақ бір момент, осы жерде бизнес менеджерде бір 2-3 сағатқа қалдырып қою керек. 2-3 сағат мынаның ішіне кіріп, көріп шықсаңыз болады, там мына жерде барлығын басып, кіріп, көріп шықсаңыз болады. Одан кейін 2-3 сағат өткеннен кейін, 3 сағат өткеннен кейін біз рекламный аккаунт деген бөлімге өтеміз. Рекламный аккаунт бұл жерде әлі жоқ, сол себепті ең алғашқы біз өзіміздің рекламный аккаунтымызды ашатын боламыз. Тағы да қайталап айтайын, 3 сағаттан кейін. Пока нет рекламный аккаунт, осы жерде добавить деп басамыз, одан кейін мына жерде создание рекламный аккаунтқа өтеміз. Аккаунттың атын жазасыз. Бұл жерде не жазсаңыз да өзіңіз білесіз. Одан кейін часовой пояс Азия Алматыны тауып алыңыз. Осының ішінен мына жақта өте көп часовой поястар бізде Алматынікі керек, немесе +6 кез келген келе береді. Омск болуы мүмкін, Дакка болуы мүмкін, +6, яғни Алматының уақытымен. Одан кейін валютаға рубль таңдасаңыз болады, немесе доллармен қала берсе де болады. Российский рубль таңдаймыз, далее басамыз, моя компания дегенге таңдаймыз, одан кейін создать басамыз. Так. Міне, көрдіңіздер ма? Дәуіржан, ваш аккаунт заблокирован. Не себепті? Себебі біздер өте, қараңыздар, заметили, в вашем аккаунте необычные действия. Возможно, кто-то воспользовался им без вашего ведома, дейді. Сол себепті жаңағыда айтқандай рекламный аккаунтты бизнес менеджерді ашпастан бұрын ең алдымен бізге мен алдыңғы сабақтар айтқан бүкіл прогревтің барлығын жасап алу керек, реклама жіберіп көру керек. Бұның ішінде Facebook'ты ашқан кезде ең басында өзінің личный рекламный аккаунты тұрады. Сонымен рекламаны жібере аламыз. Одан кейін барып бір 2 апта өткеннен кейін барып уже бизнес менеджерді ашып, оның ішінде рекламный аккаунт создать етіп қолдансақ болады. Бизнес менеджер ашқанның өзінде де 3 сағаттан кейін барып уже рекламный аккаунт ашқан дұрыс. Енді қараңыздар, бұл жерде мен сіздерге факт ретінде көрсетіп отырмын, бірден рекламный аккаунт банға кетеді, яғни аккаунт заблокирован. Ары қарай уже бұл аккаунтты ашып алуға болады. Далее басамыз и подтвердить личность дегенді таңдаймыз. Одан кейін начать дегенді таңдаймыз и бізге обязательно, мына қараңыздар, укажите адрес электронной почты, загрузить свое удостоверение личности дейді. Яғни осы екі процесті істеуіміз керек. Ең алдымен электронный адрес, далее басамыз. И мына жерден нені загрузить ететінімізді таңдаймыз. Енді қараңыздар, мысалы удостоверение личности деген секілді. Так, енді сіздерге айта кететін нәрсе. Мына жақта сіз Facebook'та жазған аты жөніңіз, сіздің удостоверениедегі аты жөніңізбен дәл сәйкес келу керек. Далее басамыз, одан кейін ноутбукқа удостоверениені алдын жүктейсіз, загрузить, сосын мына жерден загрузить басып, сіз өзіңіздің жаңағы удостоверениеңізді таңдайсыз. Мысалға, мына удостоверение, например, таңдаймын, бірақ бұл удостоверение ол вообще басқа атқа. Және де удостоверение дұрыстап түсіру керек болады, мынандай горизонталь форматта. И одан кейін уже сіздің Facebook аккаунтыңыз қайтадан ашып береді. Қазір ашпайды, не себебі менде жаңа Дәуіржан деген кісінің удостоверениесі жоқ. Оны потом сұрап аламын, содан кейін барып ашып алуға болады. Но бір ғана момент, сізге бұл жерде 50-50, либо ашу мүмкін, либо ашпауы мүмкін. Қай жағдайда ашады? Есіміңіз удостоверениедағы бүкіл атыңызбен, инициалыңызбен полностью сәйкес келген кезде ғана ашады. Ал егер де бір әріп хотя бы сәйкес келмесе, онда ашпай қалады. Сол себепті бизнес менеджер ашу барысында өте сақ болу керек. И бізге жалпы личный рекламный аккаунттың өзі жеткілікті. Яғни Facebook аккаунт ашқан кезде автомат түрде личный рекламный аккаунт болады. Сонымен реклама жіберсеңіз, и бизнес менеджерге аса қатты жоламай, сонымен ғана жасай берсеңіз, сізге де біраз таргетті жасауға болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.